Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Менің атым Қайрат Медиев. Мен 1987 жылы әскерге шақырылып, Совет әскерінің құрамында Ауғанстандағы азаматтық соғыста болдым. Мен Кундуз провинциясында 149-шы мотострелковый полкта служить еттім. Бірақ 3-ші батальон 7-8-ші рота Бағланда тұрды. Біз 7-ші рота Южный Бағланда тұрдық, 8-ші рота Северный Бағланда тұрды. Сол басында мен Сахарный заводта болдым, бірінші точкада Южный Бағланда, сосын 7-ші улицада болдым, ол 4-ші точка. Біздің жаңағы тұрған жеріміз Зеленка, орман, сол орманның ішінде жаңағы жол өтеді. Сол жолдың бойына 7 точка застава қойып тастаған, әрқайсында 20 баладан шамамен. Осылай 7-ші рота сол жолды күзетуден болдық. Жолды күзетеміз, жолдан өткен машиналарға, колонналарға қауіпсіздік көрсетеміз. Біздің міне басты мақсатымыз сол, ауған халқына көмектесу және өзіміздің колонналарды өткізу. Дегенмен 40 жылдай уақыт өтті. Көп жерлерді ұмыта бастадық. Шынын айтсам, мен бұрын ешқандай осы Ауғанстанда болған оқиғаларды есіме алғым келмейтін. Ұмытқан келіп, соны ұмытуға тырысатынмын. Ешкімге айтқым да келмейді, есіме де алғым келмейді. Сөйтіп өзімді ұстанатынмын. Қазір енді міне еске алып жатсам, көп жерлерді ұмытып қалған сияқтымын. Есіме түскен жерлерін айтып жатырмын. Бірақ дегенмен көп жерлерді ұмытып қалыппын, шынын айтсам. Родина гордится вами. Родина благодарит вас. Родина рассчитывает на вас. 15 ақпан Совет әскері, Кеңес әскері Ауғанстан жерінен шығарылған күн. Соған байланысты барлық Ауғанстанда болған ардагерлерді осы мейраммен құттықтаймын. Баршаларыңызға ұзақ өмір, зор денсаулық тілеймін. Неге Кеңес әскерін ауған жерінен шығарды? 1988 жылы 14 ақпан күні Женевада кездесу болады. Ол кездесуге Совет үкіметінің басшылары, Американың басшылары, сосын Ауғанстан мемлекетінің басшылары және Пакистан, Иран мемлекеттері басшылары қатысады. Бұл жерде көтерілген ең бірінші сұрақ Ауғанстанда болып жатқан азаматтық соғысты қалай тоқтатамыз? Осы сұрақ қойылады. Әрине бәріне белгілі, бұл Ауғанстан жері әлемдік полигонға ауысқаны. Совет әскері Ауғанстан жерінде тұр. Совет Союзына, жаңа Кеңес одағына қарсы мемлекеттер сол жердегі тұрған жаңағы әртүрлі топтарға, жаңағы оппозиционный жаңағы күштерге, боевиктарды қаржыландырып, соларға қару-жарақ әкеп беріп, соғысты ұшықтырып отырғаны бәрі белгілі. Сондықтан о жерде осындай келісімге келеді. Ауғанстанды мемлекетін жайына қалдырайық. Ешкім ішкі жұмысына араласпасын. Пәкістаннан жаңағы қару-жарақ, боевиктар, басқа осы соғысты жаңағы жүргізуіне әрекет жасап атқан күштердің бәрі тоқтасын. Сол сияқты Ираннан да, Америкадан да, бүкіл әлемден келіп жатқан осы соғысты қолдап жатқан күштердің бәрі тоқтатылсын деген жаңағы мәлімдемеге олар келеді. Соның ішінде, осы келісімнің ішінде Ауғанстанда тұрған Кеңес әскері шығу керек, кету керек деген келісімге қол қояды. Сөйтіп олар жаңағы 14 сәуірде Женевада қол қойған келісім бойынша бір айдан кейін 15 мамырдан бастап Кеңес әскерін этаппен Ауғанстан жерінен шығара бастайды. Бірінші этап бойынша 3 айдың ішінде Ауғанстан жерінде тұрған Кеңес әскерінің 50% шығу керектін. Сөйтіп 3 айдың ішінде 50% шығады, қалған 6 айда қалған 50% шығып, осы ақпанның 15-інде сол әскер шығудың аяқталады. Ең соңғы әскер, ең соңғы солдат осы 15 ақпан күні толық шығып бітеді. Сондықтан осы 15 ақпан біз үшін, ауған ардагерлері үшін мейрам болып саналады. Ну что, я хочу сказать о том, что за мной ни одного советского солдата, офицера, прапорщика нет. На этом 9-летнее пребывание завершилось. Ең соңғы шыққан 40-шы армияның басшысы генерал Громов шығарда бедеп айтқан сөзі бар. Соңғы шығып баратқан адам мен боламын, Кеңес әскерінің, менің артымда ешкім қалған жоқ деді. Бірақ ол жақта ауған жерінде 420 солдат ізсіз жоғалған, тұтқынға түскен қалып қойды. Және 14 000 солдат темір табытпен
еліне оралған болатын. Міне осы жаңалықты біз жаңағы кеңес әскері Ауғанстан жеріне шығады дегенде біз қуандық. Біз сол әскерді шығардық, соған мен қатыстым жаңағы Ауғанстан жерінен. Бірақ боевиктар біздерге бұрын бұл жерден кетіңдер, бұл сендердің жерлерің емес деген сияқты сондай сөз айтқанмен, олар да осы жаңалықты естігенмен ешқандай өзгеріс болған жоқ. Соғысты тоқтатайық, бұлар кетейін деп жатыр деген сияқты ондай ешқандай өзгеріс болған жоқ. Керісінше олар өшігіп кетті. Боевиктар күннен күнге жаңағындай біздерге шабуыл жасап, атқылап, ондайлар тоқтаған жоқ. Біз енді мынау Ауғанстанға соғысқа барғанда бір жаңағы ерекшілігіміз бізде патриоттық сондай тәрбиеміз мықты болды. Отан үшін дегендей жаңағындай ерлікке дайын сондай бір тәртіп деген сондай керемет болды. Бірақ жаңағы соғыстың жаңағы екінші жағына, мынау өлімді көру, қан көру жағына біз дайын болған жоқпыз. Өйткені мен өзі басым әскерге шейін мәйт көрген емеспін. Сол сияқты біз мынау телевизордан анау жаңағындай бір қазіргі кезде телевизорды ашсаң неше түрлі кино болып жатады ғой. Бірін-бірін атып тастаған, бауыздап тастаған, қан төгіліп жатыр, әртүрлі сондай бір жаңағы қатыгездік кинолар болып жатады. Оларға қазір жастар үйреніп алған. Қазіргі жастар сондай қатыгездіктері, сол жаңағы бір несі өзгешілігі содан. Біздің кезімізде совет заманында телевизордан ешқандай ондай жаңағындай көрсетпейтін. Ондай жоқ еді. Біздің ең жаңағы көргеніміз кинода анау соғыс киноны көрсетеді 41-45-те. Алыстан бір немісті атып түсірсе, неміс құлап түссе, мә анау өлді дейміз. Бірақ ананың қаны шығып жатқанын, оқтың қай жерге тигенін ондайды көрсетпейді. Жоқ еді. Сондықтан біз ондайды көрмеген едік. Қазіргі заманда неше түрлі көрсетіп жатады, Құдай сақтасын, адамдар содан да кішкене бұзылып жатқаны бар енді. Біз енді сол заманда сондайға дайын болмадық. Балалар қатты стресс алатын. Жаңағы мәйтті көргенде, қайтыс болған адамдарды көргенде, денелер ұшып кеткен, қолдар ұшып кеткен, аяқтар ұшып кеткен, әртүрлі анандай адамның денелері бөлек жатқандар талай көрдік біз о жерде. Соларды көргенде, жалпы өлген баланы көргенде, мәйтін көргенде қатты шошынатынбыз. Адамдар соған дайын болмады. Жаңағындай басында әсіресе 2-3 күн тамақ өтпей, қатты сондай бір депрессияға кіріп кететінбіз. Осындай жағдайлар болды. Енді мен Ауғанстанда жаңағы басында мынау бірінші улица деген жерде болды, сахарный заводта. Сосын кейін мені 7-ші улицаға ауыстырды. 7-ші улица деген жаңағы 4-ші застава жолдың бойында тұр. Жан жағы жаңағы лайдан жасалған кірпішпен қоршалған. Өз-өзімізді күзетеміз, жан жағында посттар тұр. Ішіне кірген кезде ішінің бәрі окоп. Окоппен жүремізді. Жер асты контейнер бар. Көміп тастаған. Соған жаңағы казарма ұйықтауға соған кіріп кетеміз. Енді бізде о жер мынау сахарный заводтан гөрі өте қауіпті жер. Жолдың тура бойында тұр. Біздің жанымызда, мына жағымызда 6-ші застава тұр, 6-ші улица тұр. 3-ші застава, мына жағымызда 8-ші застава тұр. Аралары жарты шақырымнан. Өте қауіпті жер. Жаңағы зеленка дейді, орман. Орманның арасы, іші толған боевик. Біздің мынау заставаның жан жағының барлығы мина қойып тастаған. Ана бізге егер душмандар жақындайтын болса, минаға түседі. Соны әдейі мина қойып тастаған. Бірақ алдыңғы жағы жол тұр. Енді алдыңғы жаққа қақпаға БМП-ны қойып қоямыз. БМП-ны қойып қоямыз, өзіміз посттарда тұрамыз түнімен. Сол түннің ішінде бір тревога деді, атыс басталып кетті. Әркімнің өзінің жаңағы тревога деген застава бою деген командада қай жерге барып тұратын орны бар. Мен 10 жақта, жол алдымызда, жолдан 10 жағында мен мына 10 жаққа барып тұрам. Жаңағы өзімнің тұратын жерім жаңағы тревога деген кезде. Менің жанымда 10 жағымда ДШК тұр. Тревога деген кезде жаңағы сержант келіп ДШК-ға отырғап, ДШК-мен атты. Дүңкілдетіп тұрып жаңағы зеленканы. Мен автоматпен аттым. Бірақ талдың арасы түк көрінбейді, қап қараңғы, свет жоқ. Олар атқылайды, қараңғы талдың арасынан біз атқылаймыз. Енді сондай жағдай. Бір уақыт ату тоқтады. Тоқтаған кезде бір солдат ранен деп біреу айқайлады. Қараңғыда жүгіріп барсақ, ран емес, өліп қалған екен, бастан тиіп өлді. Қайтыс. Сол жерде қайтыс болыпты. Сонан ұйықтамаңдар түнімен жаңағы нападение тағы болады дегендей, біз жаңағы окоптың ішінде тұрдық. Окоптың ішімен келеткен кезде ортаңғы жағында бір миномет тұр, поднос. Бірақ соның бер жағында окоптың үсті жабылған. Сол жерде кішкене мынандай домалақ сияқты істелінген, окоп қазылған, домалақ кеңдеу қылып. Сол жерге бәріміз жиналамыз да, бірін-бірімізге тығылып автомат ұстап отырамыз окоптың ішінде.
түнімен отырамыз, сол тревога болып қалуы мүмкін қазір деп. Ұйықтамаңдар, отырыңдар дейді, сол жерде отырамыз. Сөйтіп жаңа қалқып ұйықтап отырамыз, автоматты құшақтап. Қайта тревога болады, сосын қайта сол жерге отырамыз. Сөйтіп жаңағы 2-3 күн сондай ұйқысыз отырдық. Тревога жаңағындай нападение болады дегендей. Содан түннің ортасында мина жарылды, мына заводтың сыртында. Мина жарылған кезде тревога деді, бәріміз атып тұрдық. Енді біреу келе жатқан шығар, минаға түскен шығар деп жан-жаққа атып шықтық. Ортада бір столовый болатын, тамақ ішетін жер. Соның жанында офицер отыратын бір комната болатын. Өзі бірақ офицер. Ол жерде офицер жүгіріп шықты да, вышка деп айқайлады. Вышка, тура өзінің төбесінде вышка тұр. Вышка деген ше жоғарылап қойған жаңағы пост. Вышка үндемейді. Анау вышка деп тағы айқайлайды офицер. Тағы үндемейді вышка. Үшінші рет вышка деп айқайлаған кезде анау да деді, в общем, дауыс беріп басын көтеріп шығарды. Мина қай жерде, қай тұста жарылды десе, анау қай жердегі мина дейді ғой. Қай мина дейді, қай жердегі мина дейді. Уже 3 күн ұйықтамаған, ол да ұйықтап отыр ғой. Сөйтсе офицер айқайлап отыр, ұйықтамаңдар, не сіздерге айттым ғой, ұйықтамаңдар, қазір нападение болуы мүмкін деп. Сонымен қараймыз бәріміз қатырады деп, өзімізде бәріміз де солай ұйықтап жүрміз ғой. Бәріміз ана жерге барып отырамыз, неде жаңағы окоптың ішінде ұйықтап, кішкене ұйықтап аламыз, ұйқы жоқ. Енді 7-ші улица өте қиын болды. Жанындағы да 6-шы улица, 5, 8, 9 барлығы қиын. Жаңағы сахарный заводтан қарағанда кішкене қиындау болды. Сондай мазасыз, таң атқанша ұйқы жоқ, жаңағы күтесің, таң атқан кезде уф дейсің, кішкене күн шығады, енді көрінеді барлығы жан-жағың, қап-қараңғы емес, жаңағындай. Қап-қараңғыда түк көрінбейді ғой, кейбір айыбысыз болады, қап-қараңғы түк көрінбейді. Бізде свет ештеңе жоқ. Біреу келе жатыр ма, қоршай нападение бола ма деген сияқты сондай қатты сондай напряжениеде отырасың түнімен. Күн шықса жан-жақтың бәрі көрінеді. Күндіз жаңағы кішкене бірін-біріңе связға шығып, адам БМП-лар келеді, жан-жақтан колонна жүре бастайды, кішкене түрлік болады, басқаша болады да. Міне осындай условияда біз болдық. Енді вывод болады деп жаңағындай дайындалдық. Қаншама техникалар, қаншама казарма, складтардың барлығы ауған халқын тастап кетті сол кезде. Ескі техникалардың барлығын тастап кетті. Тамақ ішуге барасың, бәр жерлерде тамақ пісіретін адамдар өзбектер болады. Өзбектер енді жаңа тамақ пісіруіне жақын ғой, жаңа жақсы пісіреді, нанды да жақсы пісіреді. Мына 7-ші улицада орыс бала екен тамақ пісіретін. Ертең бір өзбек та болмады ма, тамақ пісіретін. Жаңағы өзбек балалар көп. Негізі өзбек балалар өте көп болды бізде. Өзбек балалар өте көп болды. Өзбектер, сосын жеке айта кететін бір Марат деген бала болды, бұл Көкшетаудікі. Бір Комсомол ауданы деді ма, Ресейге жақын бір ауданнан, бір кішірек ауылдан, жаңағы ауылдың баласы ғой енді, сол жақтан Марат деген бір Көкшетаудың баласы болды, БМП айдайтын. Өте керемет. Оған нағыз батыр атағын беретін бала болды. Түннің ішінде жаңағындай біреу жарақат алады, басқа бір жағдайлар болады, тревога болған кезде, анау раненыйды жаңағы госпитальға апару керек. Госпиталь 40 шақырым жерде, Килагай деген жерде, Полихумрий жақта. Соны жаңағы жанымызда тревога болғанда, мынау 6 шақырым жерден, 1 шақырым жердегі заставалардан бәрі БМП-лар келеді ғой. Келгенде офицер жүгіріп жүреді. Тез мына раненыйды неге апару керек, ана госпитальға апару керек деп. Сөйтіп жаңағы басында бірінші тұрған БМП-ға отырып кеттік, БМП-ға неге госпитальға деп нетеді ғой. Сол кезде ана БМП-ның нелері жаңағы жүргізушілер тізерлеп отыра қалады ғой. Товарищ командир, я не могу ночью ездить, не могу деп жаңағындай тізерлеп отыра қалады. Жылап жібереді дейді, мен бара алмаймын түн ішінде, жүре алмаймын дейді. Қараңғыда жүре алмаймын, мен бара алмаймын деп жаңағындай тізерлеп отыра қалған ғой, жылап жібереді дейді. Сосын анау түсінеді, ешкім бармайтынында Марат қайда дейді, айқай салады. Марат идите, где Марат деп. Маратты шақырса, Марат деген атқыз жоқ қой. Кішкентай бойы қазақ бала. Светтің бәрін өшіреді де Марат деген дарылдап ұшып баратады. Ана неге қарай, Килагайға қарай. Марат енді өмір отказ бермейді. Молодец. Түннің ішінде тайып кетеді жаңағы. Астана қаласында бүкіл Ауғанстан жерінде қаза болған ардагерлердің аттары жазылған ескерткіш бар. Мен сол жерге келдім, барып көрейік. Міне осы жерде Ауғанстанда, ауған жерінде азаматтық соғыста қаза болған 926 адамның есімі жазылған. Қай жылы қайтыс болғандар жыл-жылымен осы жерде 2
адамның фамилиясы бар менімен бірге Ауғанстанда болған. Оның біреуі мына жерде Есенбеков Қайрат, екіншісі Қошанов Оралхан. Міне марқұмдардың жатқан жерлері жайлы болсын дейміз. Елге қайтарда Ауғанстан президенті баршамызды от благодарного афганского народа деген медальмен марапаттады.